бүткіл ауруыңызға шифа болатын дұғаны үйретемін. Егер осы дұғаны шын ықыласпен жасайтын болсаңыз, аурудың әсері де қалмайды. Бұл дәлелденген нәрсе. Ол дұға қалай жасалады? Ең бірінші, оң қолымызды алып, ауырып тұрған жерімізді сипаймыз. Мысалы, көкірегіміз ауырып тұр, басымыз ауырып тұр деген сияқты. Қай жеріміз? Қолымыз ауырып тұр. Ауырып тұрған жерімізге қолымызды алып барамыз. Мысалы, басымыз ауырып тұр, алып барамыз да мына дұғаны оқимыз. Аллахумма раббан нас, музхибал бәс, ишфи анта шафи, ла шафия илля ант, шифаан ла юғадиру сақама. Осы дұғаны жасайтын болсаңыз, сізде аурудың әсері де қалмайды. Ендеше видеоға лайк басып, кімге шифа қалайсыз, сол адамға осы видеоны жіберіңіз және парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз.